Тараздық тәртіп сақшылары тұрғындар мәселесін жол бойында қарап, сан түрлі сауалдарға жауап беріп жүр. Шаһарда өткізіліп жатқан шара жолда қабылдау республикалық акциясының жалғасы. 7 ай қатарынан өткізіліп жатқан акцияның жамбылдықтар үшін тиімді тұсы көп. Өйткені табан тоздырып полиция департаментіне бармайды. Мәселенің мән-жайын жол үстінде анықтай аласыз. Егер жолда қабылдау деген жазуы бар көлікті көрсеңіз, кеңес сұрап бас сұғуыңызға болады. Айталық, бүгін тараздықтар сұрағын еркін қойып, мамандар тарапынан тұшымды жауап алды. Жолдағы жаңағы жылдамдық сұрадым, мысалға біз түсінбейміз ғой, мысалға біз 110 деп жүрік. Оказывается, неден мынау трасса 90 екен, соны біліп алдық. Жүргізушілермен, жаяу жүргізушілермен осындай постоянно неғып тұрса, араласып жақсы. Мамандардың айтуынша тұрғындарды толғандырған мәселе көп. Бағдаршамның жай-күйінен бастап, айыппұлдарды төлеу сынды сауалдар жетерлік. Бұдан бөлек полиция департаментінің Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшасында тікелей эфирде халықпен кері байланыс орнатылды. Құзырлы орган өкілдері желі арқылы келген түрлі сауалдарға сол сәтте-ақ нақты әрі мардымды жауап беруге тырысты. Тәртіп сақшылары кей мәселелерді сол жерде шешсе, кей өтініштерді сараптау қажет дейді. Әртүрлі сұрақтар қойылып жатыр. Қазір шетел азаматы, Өзбекстан Республикасы азаматы қанша күнде тіркелу керек, жұмыс істеу үшін қандай құжаттар керек, қаралу мерзімі қалай деп халықтардың қойған сұрақтарына сол жерде басшы құрам бар. Әрқайсысы өзінің бағыты бойынша жауап беріп, сұрақтарын шешуге тырысып жатырмыз. Полицейлер халықтың сұрағына жауап берумен ғана шектелмеді, жұртты жолда абай болуға шақырды. Өйткені тас жолда тәртіп бұзатындар көбейген. Өкініштісі, жол апаттарының салдарынан 8 айдың ішінде 114 адам көз жұмыпты. Темір тұлпарларды тізгіндеген азаматтар ережені елеп, жол қауіпсіздігін қатаң сақтаса дейді тәртіп сақшылары. Ал жолда қабылдау акциясы жылдың соңына дейін жалғаспақ. Аят Асқарбекұлы, Леспек Әбдіжаппар, Нұрбол Қыстаубек, Жет Ньюс.